Қыз алып қашу. Бұл сөзді естігенде сіздің көз алдыңызға не елестейді? Кейбіреулер үшін бұл ата-бабадан келе жатқан романтикалық дәстүр, қазақылықтың бір белгісі, тіпті жігіттің батылдығын көрсететін қызықты оқиға. Ал шын мәнінде ше? Шын мәнінде бұл адам тағдырын ойыншық қылатын, әйелдің бас бостандығын таптайтын ауыр қылмыс. Бүгінгі бейнероликте біз қыз алып қашу ұғымының тарихи тамырына үңіліп, оның неге дәстүр емес екенін дәлелдейміз. Сондай-ақ, бұл құбылыстың көршілес Қырғызстанда, Кавказ елдерінде және басқа халықтарда қалай көрініс табатынын, олардың бұл індетпен қалай күресіп жатқанын талқылайтын боламыз. Қазақ тарихындағы шындық. Алдымен тарихқа үңілейік. Қазақ дәстүрінде қыз алып қашу деген мүлдем болмаған ба? Болған, бірақ ол мүлде басқа сипатта өткен. Ертеде екі жас бір-бірін шын сүйіп, бірақ ата-анасы қарсы болған кезде, немесе жігіт жағының қалың мал төлеуге шамасы келмегенде, олар өзара келісіп қашып кететін болған. Яғни, бұл жерде ең басты шарт қыздың өз еркі, келісімі болған. Ал қызды оның келісімінсіз зорлықпен ұрлап кету қазақтың дәстүрлі заңдарында ешқашан құпталмаған. Мысалы, Тәуке ханның 7 жарғысында қыз ұрлау өте ауыр қылмыс саналған. Зорлықпен қыз ұрлаған адам өлім жазасына кесілген, немесе бүкіл руымен өтеуі қиын үлкен құн, айыппұл төлеген. Билер мұндай іске өте қатаң қараған, өйткені бұл екі рудың арасындағы қанды қақтығысқа әкеліп соғуы мүмкін еді. Сондықтан ата-бабамыз осылай істеген деп бүгінгі зорлық-зомбылықты ақтау, тарихты бұрмалау және өз мәдениетімізді қорлау. Қазіргі заңнама және психологиялық қысым. Бүгінгі таңда біз тәуелсіз, құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 125 бабына сәйкес адам ұрлау қылмыс. Оның ішінде некеге тұру мақсатында адам ұрлауда 4 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады. Күштеп көрікке салу, бопсалау, қорқыту, бұның бәрі қылмыстық әрекеттер. Ең сорақысы ұрлап әкелгеннен кейінгі психологиялық қысым. Жас қызды ортаға алып, басына күштеп орамал жабу. Енді осы босағада қаласың, кетсең бағың байранады, қарғысқа ұшырайсың деп үлкен әжелер мен жеңгелердің босағаға жатып алуы нағыз психологиялық террор. Мұндай мәжбүрлі некенің соңы көбінесе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, ажырасуға, тіпті қыздардың суицид жасауына әкеп соқтыратынын статистика растайды. Көршілес және басқа халықтардағы жағдай. Бұл дерт тек бізде ғана емес, басқа да халықтарда кездеседі. Мысалы, бауырлас Қырғызстанда бұл құбылыс ала қачу, яғни ұстада қаш деген атпен танымал. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қырғызстанда бұл мәселе қатты ушығып, жыл сайын мыңдаған қыздар ұрланды. Алайда Бурулай мен Айзада есімді қыздардың өлімінен кейін оларды ұрлап кеткен жігіттер өлтіріп тастаған. Қырғыз қоғамы дүр сілкініп, бұған қарсы үлкен күрес бастады. Заң қатайтылды. Ал солтүстік Кавказда бұл умыкание невесты деп аталады. Тарихи тұрғыдан Кавказда да қыз ұрлау қанды кекке ұласатын өте қауіпті әрекет болған. Қазіргі кезде Кавказда билік пен діни көшбасшылар, муфтият бұл әрекетке қатаң тыйым салып, айыппұлдар тағайындаған. Айтпақшы, ислам шариғатында да қызды келісімінсіз мәжбүрлеп некеге отырғызуға үзілді-кесілді тыйым салынған. Неке тек екі жастың ризашылығымен ғана қиылуы тиіс. Яғни, бұл қылмысты дінмен де ақтап алу мүмкін емес. Қоғамның жауапкершілігі. Қыз алып қашудың ең ауыр зардабы ол әйелдің жеке тұлға ретінде сынуы. Жұрт не дейді? Қайтып келген қыз жаман деген токсикалық стереотиптердің кесірінен ата-аналар өз қыздарын қорғаудың орнына сол зорлықшының үйінде көз жасын көл қылып қалдыруға мәжбүрлейді. Біз қоғам ретінде осы қате түсініктен арылуымыз керек. Қыз бала ешкімнің меншігі де, ойыншығы да, тегін жұмыс күші де емес. Ол жеке тұлға. Оның өз таңдауы, өз арманы, өз өмірі бар. Егер қыз ұрланса, ата-анасы ұят болады демей, оны қорғап, дереу полицияға хабарласуы қажет. Қылмыскер жазалануы тиіс. Қорытынды. Қорыта келе айтарымыз, нағыз қазақтың дәстүрі қызды құрметтеу, оны қонақ деп төрге отырғызу, аялау. Ал зорлық-зомбылық пен қылмысты дәстүрмен бүркемелеу біздің ұлттық мәдениетімізге жағылған күйе. Әрбір қыз бала бақытты болуға, өз болашақ жарын өзі таңдауға құқылы. Қылмысты дәстүр деп ақтамайық. Болашақ ұрпаққа сау қоғам, қауіпсіз мемлекет қалдыру бәріміздің ортақ парызымыз.